Ассалаумағалейкум жамағат. Менің бүгінгі сөз қозғайын деп отырғаным 120 жасқа толған даңқты жерлесіміз, үлкен айтулы қазақтың ұлы ақындарының біреуі деп айтуға болатын Жақан Сыздықов 120 жасқа толды. Ақын Жақан бұл жолға 1924 жылы Қызылжар қаласындағы Бостандық туы газеті, кейіннен Ленин туы болды. Сол газетке Жақанның Сақанға арнаған, өзінің жары Сақып Жамалды Сақан дейтін, Сақанға арнаған жыры, өлеңі жарық көрді. Міне Жақанның ақындығы басталатыны осы кезеңде. Оған дейін халық ауыз әдебиетін зерттеп, біліп жүретін әкесі Сыздық Төлемісұлының болашағынан үміт күткен баласы Жақан ел арасында ақын Жақан деп атала. Ал жарыққа шыққаны оның алғашқы осы жаңағы 1924 жылы өлеңінде, Сақанға арналған өлеңі. Одан кейін сол Сәкен Сейфуллинге деген ынтызарын Жақан ерекше айтқан. Өзінің жыры, өзінің өлең сапарында Сәкенді ұстазым деп таныған адам. Бұл жылдары Нәзір Төреқұлов Сәкеннің өлеңдер жинағына сын мақала жазды. Соны Сәбит Мұқанов бірінші қолдап Сәкенді жақтап шықты да, содан екінші болып Жақан міне осы кезеңнен бастап оның Сәкенменен жақындығы кездеседі. Ол сол жылдары оның алдында 22 жылы Сәкен келгенде деген мақаласы тағы да Бостандық туында шықты. Өйткені Сәкен сол жылы біздің Қотыркөл болысыменен Көкшетау болысының жер бөліміне Сәкен келген болатын. Сонда Сәкен келгенде деген өлеңі кейіннен жарық көрді. Соны Сәкенді ертіп келіп, ауылында үлкен қош тойын жасап, содан кейін барып мынау Аймақ деген ауылда, қазір онда негізгі мектеп бар. Сол мектеп Сәкеннің атында. Сол Сәкен сол мектепті ашып кеткен. Біздің Сәкен Сейфуллиннің Көкшетау жеріне таныстығы, Көкшетауға жыр арнауының барлығының бастауында осы келгені жатады. Міне сол Сәкенге еліктеген Жақан осыдан бастап қазақ поэзиясына еселі үлес қосты. Өз өмірінде 50-ден астам жыр кітаптары шықты. Сосын ол кісінің жазған 30-ға жуық поэмалары бар. Сол поэмаларының ішіндегі ең айтулысы, ол Жақан Сыздықов, ақын Жақан өзінің поэмалары негізінен қазақ өмірінің ең бір шиелі, шешуші жақтарын өзінің шығармаларына өмірден алған деректердің негізінде жазған. Оның атақты өзіне қайғыда келген, үлкен атақта келген дастаны Әлғарттың әңгімесі болды. Әлғарттың әңгімесі 1921 жылы 2 миллионға жуық қазақты жұтып кеткен бірінші үлкен аштыққа, мешін аштығына 21-22 жылдары болған мешін аштығына арналған. Мешін аштығы туралы біз қазір көп айта қойғанымыз жоқ. Ол
Бұл туралы негізінде қазақ әдебиетінде Нұрхан Ахметбеков деген Торғай жерінің үлкен ақыны, Амангелдінің сарбазы болған ақын Нұрхан Ахметбековтың Күләндам деген поэмасы. Содан кейін біздің Бейімбет Майлиннің Мақтым Күлпаш деген әңгімесі. Содан кейінгі ірі туынды осы Жақан Сыздықовтың Әліғарттың әңгімесі. Міне осы Әліғарттың әңгімесінде Жақанның кәдімгі көркемдік шеберлігі, мынау бала мені ананың сосын қиындық сәтте жақында бір аналар күнінде мен еске алып едім. Аналардың құдіреттілігіне тәнті болып, аналардың қасиетін жазған Жаңыл деген ананың қасиетін жазған поэма, сол баласын жемекші болған жағдайды айтады. Бұндағы Әліғарттың әңгімесі деген деуі, ол кісі Бостандық туы газетінде 3 жылдан астам жұмыс істеген. Сонда Айқап журналында бір нәрсе шығармалары шығып тұрған. Одан кейін сіздер белгілі алғашты мынау недегі Уфадағы медресенің шәкірттері, оның ішінде Бейімбет бар, Ғалия медресесінің шәкірттері, оның ішінде Бейімбет бар. Сосын осы Жиенғали Тілепбергенов деген қазақтың алғашқы повестерінің авторы біреу. Сол Бостандық туы газетінің редакторы болған кісі. Сол Жиенғали Тілепбергенов мынау Ырғыз, Ақтөбенің Ырғыз ауданының азаматы. Сол Жиенғали Тілепбергенов 21 жылғы аштық туралы, біраз Ырғыз жерінде болған қиындық туралы, халықтың қырылып жатқандығын, қиын жағдай болғандығын, Ырғыз жері шөлейтті дала ғой. Сол жерде болған аштықтың, ауыр аштықтың жағдайын айтып өтеді. Сондықтан Әліғарттың әңгімесі деп айтқаны Жиенғали көбіне өзіне соңынан шығармасына қол қояды екен, Әли деп. Сондықтан Әли қарттың әңгімесі деп шыққаны Жиенғалидің соңғы есімінің соңын алып псевдонимін берген. Содан кейінгі енді оның жыр жолдарында жаңа айттым, Сәкенге еліктеді. Сосын Абайға еліктеп, Абайдың сегіз аяқ деген өлең үлгісі, сегіз аяғы, бүкіл қазақ ақындарына жаңалық болып танылды да, соған еліктеп жазған көптеген ақындар бар. Қасым Аманжолов та жазды, басқа ақындар да жазды. Сәкеннің Абай жүзді ертісте деген өлеңі осы сегіз аяқ үлгісімен жазылған. Абайға тәнті болып, Абайға жыр арнаған, Абай туралы шығарма жазған адамдардың біреуі Жақан Сыздықов. Өзіне ұстаз таныды. Жақан Сыздықов жалындап тұрған шағында осы Әліғарттың әңгімесі оған бірінші 37 жылғы оның ұлы ұстаздарының ұсталып кетуі, сонда Мағжаншылсың, Сәкеншілсің, ұлтшылсың деп, Троцкийшіл деп соққан. Өйткені Троцкийшіл деп айтатыны оның үлкен ұлы, кейіннен ұзақ жылдар мынау неде жұмыс істеді. Тараздың неден бір ауданында милиция бастығы болып жұмыс істеді. Театр училищесін бітірген адам, Арыстан деген баласы. Сол Арыстан деп ат қойғаны. Сәбитке де бұл пәле болып жабысқан. Бір қызығы, бір түсінбейтін жағдай, неге екенін білмеймін. Мүмкін сол геноцидті ұйымдастыру үшін ба,
мынау оппортунистердің басшыларының көбі Қазақстанға жер аударылған. Соның ішінде Лев Троцкий Алматыға жер аударылған. Соған Сәбит Мұқановтың да Арыстан деген баласы бар. Ол кісіге де сол троцкийшілсің деп, оппортунистсің деп жала жапқан. Кімнің? Жақанға да сондай жала жабылды. Жақан 37 жылы 6 ай карцерде қамалған адам. Партиядан шығарылған адам. Содан кейін барып, неден? Мына 37 жылы, 40 жылы мектеп оқулығында, 6 кластың оқулығында Әлі қарттың әңгімесі басылған. 27 жылы Әлі қарт деген жеке кітап болып басылып шықты. Поэма. Көпшілік адамдар. Әлі қарттың әңгімесі 32 жылғы қолдан жасалған аштық туралы деп сөз шығарып, содан ушығып кетті. Оның тағы бір үлкен себебі, мынау Әлі қарттың әңгімесі 43 жылы Түркістан легионында газет шыққан, сосын журнал шыққан. Ол журналда осы біздің Көкшетаудың жиені, мына Кеңіткөлдің шешелері Кеңіткөлдікі, солтүстік қазақстандық Хамза Абдуллин деген үлкен ақын бар. Ол Шота Руставелидің «Жолбарыс терісін жамылған батыр» деген поэмасын қазақшаға аударған ақын. Соғыстан кейінгі жылдары ол кісіні газетте шыққан мақаладан басқа мақалалары ғана шықты да, Түркістан легионында болды деп, ол кісіні шығармай қойған, Хамза Абдуллин. Сол кісі, сол журналда, Германияда, Түркістан легионында шығып тұрған журналда жарияланған Әлі қарттың әңгімесін Геббельстің нұсқауыменен неміс тіліне, орыс тіліне аударылып, Москваның үстінен листок көпіп таратылған. Содан бастап Жақанды немістің шпионы деп қуғынға алды. Міне, ушығып кеткені, содан кейін ол немістің шпионы да болды, мынау жабылған жала деп те соқты. Әсіресе 49 жылы өздеріңіз білесіздер, үшінші репрессия басталды ғой. Анау Ермұхан Бекмахановтың 19 ғасырдың 20-40 жылдарындағы Қазақстан тарихы деген докторлық диссертациясы ушығып кетіп, біздің өзімізді қазақтар көтеріп, 46 жылы докторлық диссертация қорғалып, доктор атағы берілді. 49 жылы біздің Қазақстанда оны ұлтшылдық шығарма деп, Кенесарыны мақтаған шығарма деп, оған дейін Кенесарыны да айтып жүрдік біз. Ал 49 жылы өзіміз қозғағаннан кейін қазақтың жаңа ұлтшылдығы, қазақтың талай асыл адамдары 25 жылға сотталып кетті, Ермұханнан бастап бәрі. Енді қалай деп айтуға болады? 53 жылы Сталин қайтыс болды да, содан кейін бұл мәселелердің артынан Берияның ұсталуы бар, Берияның істері ашылды. Содан кейін сол жылдардағы репрессияның шындықтары ашыла бастап, аман қалған, тірі қалған адамдардың барлығы орала бастады. Олардың қатарында атақты жазушымыз Ильяс Есенберлин де бар, сол 51 жылы кеткен адамдардың. Сосын атақты режиссер, Семейдің театрында режиссер болған Шахан Мусин, сосын Бүркіт Ысқақов, олай ата берсең көптеп кетеді. Біздің Көкшетау жерінен атақты академик Есмағамбет Смайылов та сол 49 жылға 25 жыл шешіліп түрмеге кеткендер.
Содан İlyas Есенберлинді мынау энциклопедияда жазбай жүр. Онда айтады, Берсүгір шахтасына бастық болып барды дейді, биолог. Ол 4 жыл түрмеде отырып қайтқан, айдауда. Сол кім не үшін, қаһар үшін. Хан Кене деген поэма жазған ол кісі 48 жылы. Сол поэмасы үшін бұдан Мұқаңда жазататты Хан Кене деген драмасы бар ғой. Міне Кенесарыға байланысты тағы да мәселе ушығып кетіп, ол көпке дейін. Мен жақанда айтып отырмын ғой, бірақ та менің таңғалатын қаһарман, мен мынау кітабым жазған, шыққан кітабымның ішінде Асылдар болмысына бойласақ деген кітабымда тағдыры талкекті ұлтжанды қаламгер деп жазған 2 түрлі мақалам бар. Сол Ильяс Есенберлин. Сол кісінің өжеттігіне, соның қаһармандығына таңғаламын. Қандай ушығып тұрған тақырыпқа барып, алдында поэма жазып, артынан сол үшін жаза тауыртып келгеннен кейін қайтадан қаһар деген романын жазуы, ол кісінің үлкен ерлігі. Енді Жақан Сыздықовқа оралатын болсақ, 48 жылы ол кісінің тағы бір үлкен туындысы. Мен кандидаттық жұмысымды жазып жүрген кезінде Жақан Сыздықовтан мен кандидаттық қорғадым, диссертация. 92 жылы кандидаттық қорғадым. Ол кезде кандидат диссертациялар Москвада бекітіледі. Қазақша жазылған дүние орысшаға аударамызда, содан Москвада сол бойынша бекітіліп шығады. Сол 92 жылы бекітілді. Сонда Жақан туралы көп дүниені табу қиында болды. Сол әлі қарттың әңгімесіне байланысты. Сосын 48 жылғы Қос қыран деген жинағы өзінің соғыста опат болған біздің көкшелік азаматтардың, жалпы қазақ оқырмандары жақсы білетін жазушы, драматург Төлеген Сыздықұлы деп болады, ол атасының тәрбиесінде болған, әкесін көрмеген адам, іште қалған әкесінен. Сол Төлеген Қажыбаевтың әкесі Жақанның туған інісі Қажыбайға арналды деп алғы сөзін жазған. Сол Қос қыран деген атпен шыққан 48 жылғы кітабы. Міне, оның тағдырына тағы да қырсық болып кеткен осы поэма. Өйткені бұл поэмада ол кісі Сұлтанбай, бұл Қос қыран деп отырғаны, оның ішінде үлкен поэмасы бар, Қос қыран деген. Ол Қос қыран деп отырғаны кеудесімен дзоттың амбразураны кеудесімен жапқан 2 батыр туралы айтылады. Біреуі Сұлтан Баймағамбетұлы, ол Ленинград маңындағы майданда кеудесімен дзотты жапты. Кім? Сталинград түбінде Александр Матросов жасады. Міне осы екеуіне арнайды да, олардың ерлігі өзінің туған өскен ортасының батырлық жырларын жаттап өскен. Батырлық ерлікке жасынан баулынған деп айтылады. Сұлтан Баймағамбетті жазғанда арғы 6-шы атасы Байғұлақ батыр, ержүрек батыр болды, ол туралы талай жырлар деп, сол жырларды жаттап өскен деп келтіреді поэмада. Екінші, біз Александр Матросовты ұлты орыс, мүмкін ұлты орыс деп жазбасақ, оған батыр атағы берілмес педі. Оның башқұрт баласы Шакиржан Мұхамеджанов деген баланы, панасыз жетім бала, жетімдер үйінде болған, матрос ертіп балалар үйінде тапсырады. Сондықтан
Шәкіртжанды Сашка деп жүргендіктен Александр болып кетеді. Мұхамеджанның орнына Матросов болып фамилиясы жазылды. Соныменен Александр Матросов орыс болып кетті, ол башқұрттың баласы. Қазір Москвада башқұрттардың орталығы бар. Сонда Александр Матросовқа белгі қойылған. Міне соны 48 жылғы ол кезеңде Александр Матросовты башқұрт деп айтуға ешкім мойындамаған. Ол кім өзінің кімнің Жақанның жазғандарының ішінде ол неден айтылмайтын дүниені басқаша келтіреді. Сол жаңағы Сұлтан Баймағамбетов Байғұлақтың батырлық ерлігін жаттап өскендіктен ерлік жасады деп Сұлтан Баймағамбетовті кетірсе, башқұрт халқының көсемі Юлай менен оның баласы Салауат Юлаев, ол белгілі адамдар. 18 ғасырдағы көтерілісті бастаушы, башқұрттардың азаттығын қолдаушы адам. Сол Салауат Юлаев ақын болған. Әкесі де Юлай да ақын. Башқұрттың үлкен ақындары. Солардың жырларын жаттап өсті дейді. Міне, оның башқұрт екендігін айтуға осылай жолдама жасайды. О кезде ашық айту мүмкін емес. Міне, Жақан басқалар айта алмаған тақырыптарды, Ақсақ Темірдің ұлылығы туралы да жазған поэмалары бар. Неден Түркісіп тартылғанда деген Түркісіп темір жолы бар ғой. Сол темір жолдың уақиғасына арнаған поэмасы бар. Солардың ішінде талай-талай жырларды айтып, оның ішінде сол Түркісіптің бас инженері болған Тынышбаев Мұхамеджан туралы да ішінде айтылып кетейін. Оның атын о кезеңде атау болмайды. Заңғарыптың, Түркісіпте Заңғарып деген киносының өзінде Заңғарып деп келтіріледі, соның инженері. Ол Заңғарып дегеніміз Мұхамеджан Тынышбаев. Міне осындай басқалар аузы бармаған, басқалардың батылы жетпеген дүниелерді Жақан әйтеуір ретін тауып жұртқа жеткіземін. Міне Жақанның үлкен ұлылығының өзі. Сосын енді көркемдік ерекшелігіне мен жеке бірнеше мақалалар арнағам. Неден өздеріңіз түсіріп алатын шығарсыздар. Әліғарттың әңгімесі дегенде кәдімгі аяғына дейін бітіргенше тоқтау жоқ, жаның кете жаздап ол поэманы. Дағы көркемдігі соншама, анау бала менен ананың қарым-қатынастарының барлығын көркем тілмен жеткізгенде, Жақанның көркемдігінде ақынның құдіретін мен көп біле бермеймін. Жақанға поэзиялық өзіндік үндестік жағынан Қасымменен жақсы дос болды, Сырбайменен жақсы дос болды. Ол кісі айтады екен, маған үкіметтен көп награда алмаған, Әліғарт үшін. Содан кейін еш уақытта мақтау, грамота алмаған. Оның есесіне татардан 4 грамотасы бар, татар мемлекеті. Өйткені ол Ғабдолла Тоқайды түгелдей, Мұса Жәлилді қазақ тіліне аударған. Сондықтан Шайфи Құдаш, бір жағынан башқұрттың ақыны, бірақ Қазанда тұрды. Шайфи Құдаш хат жазады екен. Қазаққа арзан, татарға қымбат Жақан деп бастайды екен. Өйткені жаңа айтатын себебі, олай айтатын себебі жаңағыдай. Бірақ Жақан мұған мойымаған, жұрт таныса, жұрт білсе деп, өзінің қажым айта алмай жаза берген.
77 жылы қайтыс болғанға дейін қолдан қаламы түскен жоқ. Сонда айтады екен да, неден оның жасыратыны жоқ. Соғыстан орылған, соғыста қан көрген қаламгерлердің көбі, шындығы керек, бір қиын жағдайларын ащы суменен еңілдетіп алады. Сондай адамның біреуі Сырбай Мәуленов болды. Үлкен ақын, мынау Торғайдың ақыны ғой. Сол Сырбай Мәуленов соғыстан қайтқан солдаттар деген өлеңі бар оның. Сырбай Мәуленовтың. Сол Сырбай Мәуленов бір жолы Қостанайдан келіп, Алматыға кішкене тойын қырап алса керек. Неге қамаққа алып қояды. Қапыз. Жауып тастайды. Содан кейін біздің Қазақ СССР-ның депутаты, социалистік еңбек ері Жақан Сыздықов деген ағам бар, соған телефон соғайыншы деп айтады да, соны милицияның адамдары еңбек ері дегеннен кейін қорқып кетіп, әрі депутат деді ғой. Соған ертіп әкеледі. Сонда Жақан айтады екен, әй, маған басқа құрметтің қарайы жоқ, мен Сырбай берген атақтың өзі маған жетіп жатыр. Жаңағы бір қызығы, мен диссертация ол кезде қорғаудың өзі қиында болатын. Мен алдында университетке, пединститутқа келгенде педагогик кафедрасына келдім. 78 жылы. Содан кейін енді педагогтар Ыбырай Алтынсариннің шәкірттері деп тақырып қойып, сол туралы жазбақшы болдым. Анау Спандияр Көбеев, Бекет Өтетлеу, Тайыр Жомартбаевтер, сол Ыбырай Алтынсариннің шәкірттері деп, Ыбырай ашқан мектептен оқыған ғой. Солар туралы жазайын деп, сол материал жиып жүрдім. Оны сол кезде оқу министрінің орынбасары болып жүрген Марченко қорғайды деді да, ол тақырыпты жауып тастады. Содан кейін енді жүріп, қайтадан мында Нарбай Сафиянұлы Ибраев деген мұғалім бар. Сол кісі Тұрсынбек Кәкішевтен Мәжит Дәулетбаевтың шығармашылығы туралы. Бұл да сол 50-ші жылдар ғана ақталған адам. Мәжит Дәулетбаев. Қызылжар деген романы бар. Мынау солтүстік Қазақстанның жазушысы. Сол Мәжит Дәулетбаев туралы қорғағанда, оның жетекшісі Тұрсынбек Кәкішев. Осы біздің Ақмола облысының тумасы. Мынау Даниловка деген, Алтынды деген қор бар, сол жерде оқыған. Сәуле ауылындағы 8 жылдық мектепте оқыған адам. Тұрсынбек Кәкішев академик, корреспондент мүшесі академияның. Ғылым докторы, Сәкен туралы 16 кітап жазған. Жаяу салдың хикаялары деген жақында кітабы шықты. Қазақ сыны туралы оқулық жазған адам. Көкшелік қаламгерлерді сол 30-шы жылдары ұсталып кеткен. Аттары өшіп қалған. Елжас Бекенов ол айтылмайтын. Өйткені ол 37-ші жылы НКВД жойымпаздығын жасап жатқан кезінде 40 градусқа дейін ыстығы көтеріліп, келген жендеттер ұстамай қалдырып кеткен. Сөйтіп барып, сол аурудан қайтыс болған адам. Сол Елжас Бекеновтердің де шығармашылығын, барлығын жеке тапсырма менен өзінің шәкірттеріне тапсырма беріп, соны тақырып қылып, соларды қорғатқызды. Сол кезеңде мен келіп айтқанда, Жақан Сыздықовтың тақырыбы. Мынау сол кезеңде мен барған кезде шындық дауысы деген жинақ шықты. Сол шындық дауысында кім? Нұрхан Ахметбековтың, Шахан Мусиннің, сосын Бүркіт Сқақовтың. Олар
әр жылдары түрмеге қамалған адам, Магаданда болғандар. Солардың шығармалары. Сосын қамалмаған Жақанның әлі қарттың әңгімесі жеке кітап болып шықты. 86 жылы. Содан бастап әңгіме бастала бастады. Соны мінекей мына кітапта, мына поэманың авторы, оның жинақтарын тауып алып, ізденіп, осы тақырыпты қорғасын. Сөйтіп, тақырып алып, қуанып шығып келе жатсам, жаңағы Белгібай Шалабаев, біздің ұстазымыз, 49 жыл, айттым ғой, 49 жылғы очерктерде Жақан туралы очерк жазған адам. Енді келіп, қандай тақырып алдың деді. Осылай Жақансың. Жақан да қорғалатын болып па деді. Деп мысқылда. Мен қайтып Тұрсекеге келсем, о дейді. Айналайын, көкшелік ұлыларды сендер жазбағанда кім жазады? Саған басқа тақырып бермеймін деді. Сөйтіп барып Жақанға алдында амалсыздан кіріскем, содан кейін шығармашылығына қызығып кетіп, ізденушілер Тұрсекеңнің жетекшілігі менен осы тақырыпты алып шықты. Шындығында бұл тақырыпқа алдында Төлеген менен Жақанның үйінде болып жүргем. Менің кластасым, досым Жақанның үйінде, атасының үйіне Төлегенмен бірге еріп барып жүріп, соның шығармашылығына, оның жағдайын бәрін қанықпын да. Енді келіп, соның жазғандарын оқи келіп, қызығушылық басталды да, Жақанның өмірін зерттей бастап, сол ақыры кандидаттық диссертациям 92 жылы сәтті аяқталды. Майда қорғалған, октябрь айында Москвадан бекітілген қағазын қолыма алды. Жақан туралы жырларыңды жаттайды, татар бауырларың деген мақалам шықты, Жақанның көркемдік ерекшелігі деген, содан кейін мынау өзімнің 70 жылдығыма шыққан қазақ филологиясының мәселелері дегенде 12 мақалам бар Жақан туралы. Сосын Жақанның туған күндеріне, шығармашылығына арналған бірнеше мақалаларым бар. Содан кейін сол 75 жылдығыма мынаулар асылдар болмысына бойласақ деген осында 2 мақалам бар бұл туралы. Сосын сол 75 жылдығыма мынау диссертацияны, оның бір рахмат айтайын дегенім, менімен бірге әріптес, бірге жұмыс істедік. Қияқова Раушан, әбеке, мынау шығарманы неге шығармайсыз? Мынау деп күштеп тұрып шығартқызған осы кітапты. Сол мынау диссертация. Жақан туралы көрмеген. Міне сол өмірімнің екінші Жақан болып кетті да. Міне қазіргі жағдайда біздің облысымыздың біраз жерлері, оның ішінде Жақан Сыздықов туған ауыл, Қарағаш Чкалов ауданының, ол аудан мен Красноармейскпен бірігіп кетіп бір пәле болды. 100 жылдығы жақсы аталды. Ал одан кейінгі уақыттарының барлығы сол айғаймен, ұйғаймен, көбінесе Тұрсекеңнің ықпалыменен, одан кейін Төлегеннің қатысуыменен өтті. Жақанның 120 жылдығы айтылмай келе жатыр. Сіздерге көптен көп рахмет. Бұл мәселені қозғап, ол кісі туралы деректер жиып, мынадай игілікті іс бастағандарыңызға көптен көп рахмет.